Бәріне сәлем. Бүгін біз баланың иммундық жүйесін қалай дұрыс қалыптастыру керек, бала жиі ауырмас үшін қорғану керек шаралар, білу керек маңызды тұстар туралы айтамыз. Балаңыз жиі ауыратын болса, міндетті түрде көріңіздер. Әсіресе садикке барып бастаған балалардың ата-анасы үшін, мектепке барып бастаған балалардың ата-анасы үшін өте пайдалы ақпарат болады. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Баланың иммундық жүйесін дұрыс түсініп, сезу үшін, денсаулығын мықты қылып қалыптастыру үшін біз ең бірінші микробиом деген ұғымды түсінуіміз қажет. Микробиом дегеніміз ағзадағы барлық микроорганизмдердің жиынтығын айтамыз. Оған яғни бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар кіреді. Олардың арасында пайдалысы да, зияндылары да болады. Бұл микроорганизмдер үнемі біздің ағзамызда өмір сүреді, әрі олардың салмағы үлкен адамда 2 килограммға дейін жетуі мүмкін. Тек бір сәтке ойлап қараңыз. Осындай үлкен, саны үлкен, мөлшері үлкен жүйе ағзада қандай маңызды қызмет атқаратынын. Микробиомның рөлі ерекше, әсіресе баланың иммундық жүйесі үшін. Бұл микроорганизмдер сырттан түсетін зиянды бактериялармен ағзаға күресуге көмектеседі. Олар иммундық жүйеге мынау зиянды деп көрсетіп, ағзаны солармен күресуге үйретеді. Бұл иммундық жүйенің шынығуына себеп болады. Сонымен қатар микробиомдағы бактериялар да тіршілік иелері болғандықтан, өздері тұратын орынды қорғап, ағзаға сырттан түсетін зиянды бактерияларды жойып береді. Олар өздерінің үйі үшін күресіп, ағзаны қорғауға ағзаның өзіне көмектеседі. Бұл функция әсіресе кішкентай баланың қалыптаспаған иммундық жүйесі үшін өте маңызды. Енді бұл микробиомды қалай қалыптастырамыз? Бала ағзасында дұрыс микробиом қалыптасу үшін ең маңызды фактор бұл ана сүті, яғни ана сүтімен баланы қоректендіру. Ана сүті баланың ішек микрофлорасын қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Сондықтан аналар емізудің бала денсаулығы үшін қаншалықты пайдалы екенін түсініп, мейіріммен және жауапкершілікпен қарау керек. Бұл процеске сүйіспеншілікпен қарап, мен балама көмектесіп жатырмын, оның денсаулығын нығайтып жатырмын деп үнемі ойлаулары керек. Қазіргі таңда бұл процестің маңыздылығын көп аналар түсінбейтіндіктен балаларын 2 жасқа дейін емізе алмай жатады. Сол үшін бала иммундық жүйесі жақсы дамымай қалады. Ал ұзақ уақыт емшек сүтімен қоректенген бала иммундық жүйесі мықты, денсаулығы жақсы болып өседі. Келесі нәрсе баланы шамадан тыс стерилді ортада ұстау. Баланы шамадан тыс стерилді ортада ұстау баланың иммундық жүйесін дұрыс дамуына кедергі келтіреді. Жоғарыда айтқан микробиомды қалыптастыру үшін баланы қоршаған ортамен үнемі байланыстырып тұру қажет. Үйде тазалықты қалыпты деңгейде ұстап, антисептиктерді артық қолдануға болмайды. Бала ойнап жүріп, қолын аузына салса, немесе еденде жатқан ойыншықты тістеп алса, бұл қалыпты жағдай. Мысалға, ауылда тұратын топырақта ойнап жүрген, жануарларға жақын жүріп өскен бала ағзасы әртүрлі микроорганизмдермен үнемі танысып, иммунитеті күшті болады. Қалада өсіп жатқан балалар үшін де толық стерилділікке ұмытылмай, табиғатқа жиі шығарып, балалар алаңдарында ойнауына мүмкіндік беру қажет. Осылайша бала ағзасы қоршаған ортамен танысып, микробиомын қалыптастырады. Бұл оның болашақта түрлі ауруларға төзімділігін арттырады. Осы жерде тағы да бір маңызды нәрсе туралы айтқым келіп отыр. Ол балаңызды басқа балалармен ойнату. Балаңыз басқа балалармен ойнау оның микробиомының әртүрлілігін арттырудың ең тиімді жолдарының бірі. Әр бала өзімен бірге ерекше микроорганизмдер жиынтығын үнемі алып жүреді. Және балалар бірге ойнап, заттармен бөліскен кезде осы пайдалы бактериялар бір-біріне беріледі. Бұл процесс бала ағзасының
табиғи түрде иммунитетінің шыңдауына алып келеді. Мысалы, балаңыз достарымен құмда ойнап, немесе бір ойыншықты бөлісіп, пайдаланған кезде, оның ағзасы жаңа бактериялармен танысып, олармен күресуді үйренеді. Бұл баланың иммундық жүйесін нығайтып, түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетін арттырады. Сондықтан ата-аналар баласын қоршаған ортадан толықтай оқшауламау керек, керісінше басқа балалармен белсенді қарым-қатынас жасауына жағдай жасауы қажет. Сондықтан балалар көп бар жерлерге, ойын алаңдары, немесе үйінде бала бағып отырған қазіргі таңда қазақтарымыз көп, Құдайға шүкір, сол үйлерге балаңызбен бірге барыңыздар, балаңыз сол балалармен ойнасын, жүгірсін, бір-бірімен құшақтасып, сүйісіп, сол кезде олардың бактериялары алмасып, микробиомдары күшейе түседі. Және осы балалар кейін болашақта балабақшаға барғанда иммундық жүйелері жақсы, төзімді болып, көп ауырмайтын болады, немесе өте аз ауыратын болады. Келесі және ең басты мәселе антибиотиктерді шамадан тыс қолданбау. Бұл біздің елдің қазіргі таңдағы өте өзекті проблемалардың бірі. Антибиотиктер жоғарыда айтқан өте қажетті микробиомның дұрыс қалыптасуына тікелей кері әсер етеді. Яғни оларды өлтіре бастайды. Сіз баланың ағзасында микробиомды туған сәттен бастап біртіндеп қалыптастырып келе жатсыз, ал осы антибиотиктер микробиомдағы пайдалы бактериялардың басым бөлімін жойып жібереді. Яғни ағзаны қорғап, иммунитетін күшейтіп жатқан бактерияларды жойып өлтіріп тастайды. Одан кейін бұны қалпына келтіру үшін ұзақ уақыт керек болады. Жалпы микробиомда пайдалы ғана емес, зиянды бактерияларды болады. Олар ағзада үнемі аз мөлшерде жүреді. Және де қолайлы жағдай түскен кезде олар көтеріледі. Енді осы антибиотиктерді қайта-қайта қолданған сайын, осы зиянды бактерияларда жаңағы антибиотиктерге төзімділік қалыптаса бастайды. Яғни антибиотиктер олардың бәрін толық жоя алмай қалады да, олардың аз мөлшер тірі қалады. Және осы аз мөлшері уақыт өте келе өздерінде қорғаныш қабатын түзіп алады. Нәтижесінде келесі рет осы антибиотиктерді қабылдаған кезде бұл бактериялар оған мүлдем әсер етпей қалады, мүлдем өлмей қалады. Сөйтіп сол антибиотикке төзімді болып алады. Бұл жағдай антибиотикке төзімді супербактериялардың пайда болуына алып келеді. Кейін сіздің балаңыз цефтазидим немесе аугментин деген сияқты әлсіз антибиотиктер қабылдаса, бұл бактериялар оларға әсер етпейді. Және ол бала өте ауыр цеф3, цеф4, меранем деген сияқты ауыр антибиотиктерді қабылдауға мәжбүр болады. Ал бұндай балалар қазіргі таңда өте көп. Сондықтан антибиотиктерді тек шұғыл қажеттілік болған кезде ғана қолдану өте маңызды. Бұл баланың иммундық жүйесін сақтап қалуға және микробиомның дұрыс қалыптасуына көмектеседі. ақш-та жүргізілген The Human Microbiome Project зерттеуінің нәтижелері шек микрофлорасының әртүрлілігі адамның жалпы иммунитетіне тікелей әсер ететінін дәлелдеген. Бұл микробиомды сақтаудың маңыздылығын көрсетеді. Сондықтан антибиотиктерді қажетсіз қолдану ағзадағы пайдалы бактерияларды жойып, иммунитеттің әлсіреуіне әкеледі. Жалпы мен 15 жылдық тәжірибемді негізге ала отырып, антибиотиктерді қашан және қалай дұрыс қолдану керек екенін, қолданғаннан кейін ағзаға тигізетін зиянды әсерлерін қалай барынша азайту керектігін туралы, сондай-ақ Қазақстанда сапалы антибиотиктерді қалай таңдау керектігі жайлы кітап жазып шығарғам. Бұл кітапта мен баланың иммунитетін қалай қалыптастыру керек,
вакцинация туралы, вакцинаның қайсысын салу керек, қайсысын салмау керек туралы, вакцинаны салар алдында қандай тексерістер өту керек, вакцинадан кейін қандай тексерістер өту керек, олардың қайсысын таңдаған дұрыс, және де антибиотиктерді барынша қолданбай баланы сау өсіру туралы жан-жақты мәліметтер жинақтадым. Сондай-ақ мен өз тәжірибемде жинақтаған нақты кеңестерді жақындарыма және өз балаларымның денсаулығын қорғау үшін қолданған әдістерімді осы кітапта бөлістім. Біздің медицина жүйесіндегі назар аудару керек маңызды тұстар туралы және де олардан сақтану жолдары туралы да осы кітапте бөлістім. Өз балаңыздан және өзіңіздің денсаулығыңызды сақтау үшін бұл кітап сіздің сенімді көмекшіңіз, яғни шпаргалкаңыз болады. Сол үшін міндетті түрде оқып шығып, денсаулығыңызды қорғауға арналған пайдалы кеңестерді өмірлеріңізде қолданыңыздар. Кітапты видеоның төменгі жағындағы сілтемеге өту арқылы тапсырыс бере аласыз, Каспи арқылы аласыз және кітапты өзіңіздің үйіңізге дейін жеткізіп береді. Микробиомды құртатын тағы да бір нәрсе ол дұрыс тамақтанбау. Бұл туралы барлығы үнемі айтады, бірақ сонда да біз де айтуымыз міндетті. Өңделген тағамдар, фастфудтар, консервілер мен тәттілер ағзадағы микробиомға айтарлықтай теріс әсер етеді. Бұл тағамдарда табиғи талшықтар, пайдалы заттар өте аз болады, ал қант пен жасанды қоспалар көп болады. Газдалған сусындар мен тәтті шырындар да микробиомды бұзатын факторлардың бірі. Олар ішек қабырғасын тітіркендіріп, қабыну процестерін күшейтеді. Нәтижесінде пайдалы бактериялар жаңағы айтылған тіршілігі қиындайды. Кейбір үйлерге барсаң, мысалға, газдалған сусындар үнемі үстелдің үстінде тұрады. Әсіресе жаз айларында мұндай сусындар күнде ішіледі де, олардың зияны туралы ешкім білмейді және көп айтпайды. Жылдар бойы үздіксіз ішіліп жатқан осы сусындар ағзаға қаншама зиян келтіріп жатқанын, ал болашақта осының салдарынан қаншама адамның ауруға шалдығып жатқанын сіз білдіңіз бе? Ал мынау Дизи мен горилланың зияны туралы енді айтпай-ақ қойын, оның зияны туралы енді сіздер білетін шығарсыздар. Ойлап қараңызшы, сіз күн сайын осы зиянды өнімдерді балаңызға беріп отырсыз. Ал балаңыздың ағзасы біртіндеп әлсіреп, кейін аллергияларға немесе инфекцияларға өте төзімсіз болып келеді. Ал сіз оның қайдан шыққанын түсінбей аң-таң боласыз. Бірақ бәрінің түп себебі осы күнделікті беріп жүрген чипсилар мен газдалған сусындарыңыз. Баланың денсаулығы сіздің қолыңызда екенін ұмытпаңыз. Қазірден бастап зиянды әдеттер тоқтатып, пайдалы тағамдарға көшіңіз. Бұл болашақта ауруларды алдын алудың ең тиімді жолы. Жалпы бала денсаулығында сіздерді мазалап жүрген қандай да бір сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазып кетсеңіздер болады. Келесіде сол сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Тағы да осындай қызықты ақпаратты жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер және де аман сау болыңыздар.